Отаным саған айтамын. Онлайн эссе. Байқаудың мақсаты жас ұрпақты отанын сүюге, туған еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін арттырып, махаббат сезімін ояту. Отанын, туған жерін қорғай білуге, халқымыздың талантты ақындарының өлеңдері мен ата-бабаларымыздың өнеге етіп қалдырған даналық сөздері арқылы тыңдаушыларды ұлтжандылыққа, ата мекеннің көздің қарашығындай сақтай білуге, патриоттық сезімге тәрбиелеу. Отаным саған айтамын. Мұқажанова Гүлжайна Серікқызы. Сен барсың менің жанымда, көктемнің гүлі ашылған, балалық шағым қасыңда, тағдырым сенсің Қазақстан. Мен үшін отан құндылықтарды, материалды тасымалдаушы емес. Бұл жан сезімі. Сенің әр қашан оймен болса да оралғың келетін жердің рухани бұрышы. Менің жылдарым күндермен өлшенеді. Мен оның шексіз болғанын, менің кішкентай және үлкен отаным татулықта болғанын қалаймын. Мен әр қашан да Қазақстанда тұратын адамдарға жанымның жылуын, жүрегімнің отын сыйлауға дайынмын. Мен өз Қазақстанымды қалай жақсы көрмеймін. Мен өз отанымды қалай мақтан тұтпайын. Ол мені өз құшағына алады, әрдайым жылулық сыйлайды. Табиғаттың тамаша жазы қандай, айналама көк кілем жазылғандай, сымбатыңнан айналдым туған жерім, сылдырлаған бұлағы суы балдай. Деп бала жүрек жырлағандай, мен өз өлкемді жан жүрегіммен сүйемін. Өйткені Қазақстан менің ата мекенім. Ата мекен деген туған тіл, ата, салт дәстүр, елінің тарихы, байлығы, мектебің, үйің, бәрі сонда. Ал бұларсыз өмір сүру мүмкін емес. Біздің Қазақстан өте бай, табиғаты әртүрлі болса да әдемі. Қазақстанда жері шұрайлы, шөбі шүйгін өлкені мен әр қашанда мақтан тұтамын. Қазақстанның кең даласындай байтақ дала еш жерде жоқ шығар. Отаның алтын бесігің, отаны жоқтық, нағыз жоқтық деп дана халқымыз бекер айтпаған. Өз отанын сүю, өз ана тілін ардақтау әрбір азаматтың бірінші міндеті. Ал біздің халқымызда атамекенді ардақтау сезімі өте терең деп ойлаймын. Халқымыздың басынан қандай қиын кезеңдер өтсе де, ата-бабаларымыз елімізді сыртқы жаудан қорғай білген. Өз елі үшін жанын да, барын да аямаған. Халқымыздың осы бір қасиеті жанымызға ана сүтімен тарап, ана тілімен дарып, ақ нанымен бекуі тиіс. Өйткені отан біз үшін оттан да ыстық. 5-ші қуаныш балабақшасы Назира Қайратқызы. Отаным саған айтамын. Отан. Осы бір қасиетті ұғымның халқымыз үшін мағынасы өте тереңде. Еліміздің отан болып қалыптасу жолында халқымыздың даналығы, ерлігі, қайтпас қайсарлығы жатыр емес пе? Қазақ елі талай қиын қыстау кезеңді басынан өткізіп, қазіргі күнде әлемге танылған, терезесі ешкімге тең келмейтін тәуелсіз мемлекет болып отыр. Бірақ бұның барлығы бізге ақ пейілді аналарымыздың көз жасы мен ержүрек, батыр азаматтарымыздың бағасына татиды. Менің отаным тәуелсіздігі тұғырлы, киелі қазақ елі. Мен үшін отан жер бетіндегі жан азығы мен өмір мәнінің түйіскен бұрышы деп білемін. Менің ойымша, нағыз отанына деген патриот, адам деген атты құр алып жүрме, шын мәнінде адам атануға тиіс. Олардың отанға деген, сонымен қоса отанмен бірге өзінің тағдырына деген салғырттығы. Ақын Мұқағали Мақатаев атамыз жырлап өткен 3 бақыттың тіпті болмаса біреуін қадірлесе, отанына деген патриоттық сезімі болса,
онда ата-баба рухы бізге мәңгіге ризашылығын білдіретіні сөзсіз. Олардың көз жасы мен қанының зая төгілмегендігінің белгісі деп білемін.